Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қаттама нан дайындаймыз. Ол үшін маған су, тұз, ұн ғана қажет. Ұнды жақсылап илеп алатын боламыз. Осындай қарапайым ғана рецептпен қаттама нан дайындасаңыздар, сіздерге өте ұнайды деген ойдамын. Мінекей, қамырымызды жақсылап иілеп алдық. Енді 1 сағатқа тындырып қоятын боламыз. Тынған қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Және де маған арасын майлауға сары май қажет. Сары майымды ертіп дайындап қойдым. Және де жуаны турап қойдым. Сіздер пияз қоспасаңыздар болады, бірақ мен пияз қосқанды жөн көрдім. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің каналымдағы жаңа рецепттер сіздерге көрініп тұрады. Қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Жұқа етіп жайсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Жайылған қамырға сары майды жағып, рулет ұқсатып орайтын боламыз. Неке арасына пияз салдым. Пиязды салмасаңыздар да болады, ұнатпайтын адамдар салмаған дұрыс. Осылайша жайып шығатын боламыз. Барлығын жайып алғаннан кейін қызып тұрған табамызға аздап май құйып пісіріп аламыз. Мінекей, мен қаттамаларымды пісіруді бастадым. Өте әдемі болып пісіп жатыр. Осылай тез дайындалатын қаттаманы сіздер де дайындап көріңіздер. Бір жасағанда әдемі болып, дәмді болып шығатын қаттамалар. Қаттаманың рецептін описаниеге жазып қалдырып кеттім. Мінекей достар, қаттамаларымыз дайын болды. Ас болсын.